Сәлеметсіздер. Бүгінгі тақырыбымыз эволюциялық ұғымға байланысты. Эволюциялық ұғымдардың қалыптасуы және даму туралы ақпараттар аласыздар. Алдымен каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта жалпы эволюция туралы түсінік, эволюцияның негізін қалаушы Дарвинге дейінгі кезеңде биологияның дамуына байланысты ақпараттар аласыздар. Бұл тақырып ОТП тест тапсыратын оқушыларға да өте пайдалы. Сондықтан бейне сабақты соңына дейін көріңіз. Эволюция тірі ағзалардың тарихи дамуының қайтымсыз үдерісі. Бұл үдеріс барысында ағзалардың құрылысы, қызметі және сыртқы белгілері біртіндеп өзгереді. Эволюцияның нәтижесінде жаңа түрлер пайда болады, ал кейбір түрлер жойылып кетеді. Тіршілік үнемі өзгеріп, күрделеніп отырады. Сондықтан эволюция табиғаттың негізгі заңдылықтарының бірі болып саналады. Эволюция біртіндеп және ұзақ уақыт ішінде жүзеге асады. Ол тұқым қуалайтын өзгергіштікпен табиғи сұрыпталу арқылы жүреді. Ағзалар қоршаған ортаға бейімделу барысында өзгереді. Бұл өзгерістер ұрпақтан ұрпаққа беріліп, уақыт өте келе жаңа түрлердің қалыптасуына әкеледі. Эволюция үздіксіз жүретін табиғи процесс. Эволюцияның бірнеше маңызды ерекшеліктері бар. Біріншіден, ол бағытталған және қайтымсыз процесс. Екіншіден, эволюция біртіндеп жүреді, яғни өзгерістер ұзақ уақыт ішінде жинақталады. Үшіншіден, тіршілік қарапайым формалардан күрделі формаларға қарай дамиды. Сонымен қатар ағзалар мен қоршаған орта арасындағы өзара әрекеттесу эволюцияның жүруіне әсер етеді. Карл Линней, швед ғалымы, биологиядағы жүйелеу ғылымының негізін қалаушы. Ол тірі ағзаларды сыртқы және ішкі белгілерінің ұқсастығына қарай топтастырды. Линней ғылымға бинарлы номенклатураны енгізді, яғни әрбір түрге екі атау берілетін жүйені қалыптастырды. Бұл жүйе қазіргі таңда да қолданылады және барлық тірі ағзаларды ғылыми түрде атауға мүмкіндік береді. Линней тірі ағзаларды белгілі бір жүйе бойынша жіктеді. Негізгі бірлік ретінде түр ұғымын анықтады. Түрлер туысқа бірігеді, туыстар тұқымдасқа, одан әрі отряд, класс және тип деңгейлеріне біріктіріледі. Бұл жүйе тірі ағзалардың арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды түсінуге мүмкіндік береді. Линнейдің еңбегі биология ғылымының дамуына үлкен үлес қосты. Жан-Батист Ламарк, француз ғалымы, алғашқы эволюциялық теорияның авторы. Ол тірі ағзалар уақыт өте келе өзгеріп дамиды деп есептеді. Ламарк тіршіліктің қарапайым формадан күрделіге қарай дамитынын айтты. Оның еңбектері эволюциялық көзқарастың қалыптасуына үлкен әсер етті. Ламарк теориясы бойынша ағзалардың өзгеруі қоршаған орта әсерінен болады. Егер белгілі бір мүше жиі қолданылса, ол жақсы дамиды, ал қолданылмаса, біртіндеп жойылады. Сонымен қатар Ламарк ағзалардың өмір барысында қалыптасқан белгілері ұрпаққа беріледі деп есептеді. Бұл көзқарас ғылымда жүре пайда болған белгілердің тұқым қуалауы деп аталады. Қазіргі ғылым Ламарк теориясының кейбір тұжырымдарын жоққа шығарды. Жүре пайда болған белгілер ұрпаққа берілмейтіні дәлелденді. Себебі тұқым қуалаушылық гендер арқылы жүзеге асады. Гендер мен дынық өзгермейінше жаңа белгілер ұрпаққа берілмейді. Сондықтан Ламарктың бұл пікірі қате деп есептеледі. Қорытындылай келе, эволюция тірі табиғаттың ұзақ тарихи дамуы. Карл Линней тірі ағзаларды жүйелеудің негізін қалады, ал Жан-Батист Ламарк алғашқы эволюциялық теорияны ұсынды. Бұл ғалымдардың еңбектері кейінгі ғылыми зерттеулерге жол ашты. Бүгінгі таңда эволюция биологияның негізгі заңдарының бірі ретінде қарастырылады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Мен сіздерге сенемін, қоңырау басып тіркелуді ұмытпаңыз, сізге азда болса көмек болса пікіріңізді жаза кетіңіз. Тағы қандай ақпараттар білгіңіз келеді? Мен сізге көмектесуге дайынмын. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.